сәлеметсің бе Нұрсәуле? Сәлеметсіз бе? Бүгін біздің тақырыбымыз ара балы, тіршілік кепілі. Біз бүгін ара балына зерттеу жұмысын жүргіземіз. Ал Нұрсәуле, сен білесің бе, ара балы қашан пайда болғанын? Бүгінгі таңда ғалымдар адамдардың жабайы ара ұялары дәстүрді аулай бастағанына сенімді. Ал аралар адамдардан 50-60 жыл бұрын болғанын дәлелдеген. Тамаша, жарайсың, керемет. Ал ара балды қайдан жинайтынын білесің бе? Аралар гүлге қонып, сырын жинап бал жасайды. Тамаша, яғни аралар балды гүлден гүлге қонып, гүлдің тозаңдарын жинап, содан бал жасайды екен, я? Ал ендеше, Нұрсәуле, бал қоймалжы және сұйық жоғары калориялы деп анықтаған. Бал бір шырынды және көп шырынды болып екіге бөлінеді. Ал сен білесің бе, бір шырынды балға қандай балдар жатады? Бір шырынды бал тек өсімдіктің бір ғана түрінен жиналатын сырын. Көп шырынды бал өсімдіктердің бірнеше түрінен жиналатын сырын. Керемет, жарайсың. Ал балдың көптеген түрлері бар. Ал сен балдың бірнеше түрлерін білесің бе? Әрине білем. Кәне айта қойшы. Қурай балы, жабындық балы, Қарақұмық балы, жөке балы, жантақ балы деген болады балалар, иә? жантақ балы. Нұрсәуле, ал ендеше сен осы балдардың адам денсаулығына қандай пайдасы бар екенін білесің бе? Мысалы, тайқурай балы, әлсіздікке, сараны қайтаруға пайдаланылады. Тамаша, ал жөке бал ше? Жөке балы тамақ алуына пайдасы мол. Тамаша, жарайсың. Ал таңқурай балы ше? Таңқурай балы суық тигенде тұмаудың алдын алу үшін пайдаланылады. Керемет, жарайсың. Ал ендеше біз табиғи балға бірнеше жеміс-жидектерді араластыру арқылы табиғи балдың түсін, түрін, құнарлығын арттыру керек екенін сен өзің білесің бе? Иә. Ал ендеше білсең, біз алдымызда тұрған табиғи балға түрлі жеміс-жидектерді қосу арқылы түрін, түсін өзгертіп, өз өнімімізді жасап көрейік. Келісесің бе? Келісемін. Жарайсың, ұстаймыз. Ал ендеше ең бірінші балымызды ашамыз. Сен қасықты ұстай қой. Адам денсаулығына пайдалы, өте керемет дәнді дақылдарымызды балға қосамыз, ал араластырамыз. Ал, Нұрсәуле, бұл жерде несі өзгерді балдың? Түсі мен түрі өзгерді. Ал бізде қандай бал пайда болды? Біз бұл балға қандай ат қоямыз? Жаңғақтан жасалған бал. Ал Нұрсәуле, бұл жерде балдың несі өзгерді? Түсі мен түрі өзгерді. Кәнеки, ендеше өз балымыздың атын атай кетейікші.
біз мына балға түрлі жаңғақ, жеміс жидектерді қосқандықтан бұл балды қандай бал деп атаймыз? Жаңғақ Жаңғақ балы, иә, жаңғақ балы. Ал екінші балымыз қарақат балы. балымызға қарақат қосылғандықтан бұл балды біз қарақат балы деп айтамыз. Ендеше алдымызда тұрған суреттерді қиып, біз өз балымыздың бетіне жабыстырамыз. Ал ғой, қия ғой. Ал Нұрсәуле, біз өз өнімімізді де жасап шығардық. Құрметті ата-анам, сіздің балаңыз балды жеуден бас тартып жүрме, міндетті түрде осы әдісті қолданып көріңіз. Бұның пайдасы өте көп. Ал ендеше біздің іс-тәжірибеміз сіздерге ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.